Сәлем достар, бүгін бауырдан рулет жасаймыз. Бізге ол үшін бауыр, пияз, пісірілген сәбіз, чеснок, жұмыртқа, майонез, тұз және қара бұрыш керек. Бауырды ірі қылып турап аламыз. Пиязды да. Және чеснокты сөйтіп ет тартқыштан өткіземіз. Енді оған жұмыртқа қосып, жақсылап тұрып араластырамыз. Массамыз қатты сұйық емес, қатты қою емес болу керек. Ұн қосамыз кішкене. Тұз. Және қара бұрышты қалауыңызша қосасыз. Және жақсылап тұрып араластырамыз. Енді противенге жаңа массамызды құямыз. Шұқа етіп жайып, әдемілеп жайып аламыз. Духовкаға 180 градусқа 15-20 минут қойып аламыз. Міне мына ыстықтай бірінші орап рулеттің формасын жасап аламыз. Ыстықтай қылып суығанша қойып қоямыз. Енді мына піскен сәбізімізді үккіштен өткізіп аламыз. Противенді дайындап, пищевой пленкамен дайындап аламыз. 2-3 қабаттап, әдемілеп. Міне неміз суды, бауырымыз. Енді оған жақсылап майонез жағамыз. Қаласаңыз, кішкене чеснок қосыңыз. Маған осылай ұнайды. Жақсылап жағып аламыз. Енді пісірілген сәбізімізді алып, тек басына ғана осылай саламыз. Ораймыз. Тығыздап ораймыз. Орап. Холодильникке салып қоямыз. Міне рулетіміз де дайын болды.
жасап көріңіздер, өте дәмді шығады. Біздің каналымызға тіркеліп, лайк басып, комментарий жазыңыздар. Сіздердің лайктарыңыз